Kirdi apay. So let's begin our lesson. Можете все включать. Он вышел. Марат запрыгнул. Our new theme about galleries and museums. Translate, please. I'm sorry, someone supply. Galleries and museums, please translate. Biz bugun Галерея и музей. и музей. Галерея, музейлер, иә? Галерея деп көркем музей ол көркем сурет галереясы деп айтамыз, немесе мұражай деп айтамыз, иә? Мұражай деп айтамыз. Галерея. Мұражай деп айтамыз. Музей деген мұражай. So the next page. Ой, мен мынаны білем. So open your copybooks, boys and girls. Now open your copybooks. Write down the new theme, galleries and museums. The new theme, galleries and museums. Please write down. Galleries and museums. So please. Galleries and museums. Now the next. Are you writing? I finished this theme. Болдыңыздар ма? That's all? Yeah, apay. Now the next page. The next page. The British Museum. British Museum. Бұл жерде British Museum біз өткенбіз, иә? Лондон туралы өткен кезде. Лондонда Британиялық музей, иә? Бұл жерде не орналасқан деп айтқан сіздерге? What is in this British Museum? Библиотека орналасқан. Библиотека қалай болады ағылшынша? Translate, please. It is library, yes. Анеля, не старайся. Library. Now, it is the largest library, yes, in the British Museum. The British Museum. Лондонның біз қазіргі өтіп жатқан тақырыптарымыз бәрі Лондонмен және Ұлыбританияның патшалығы туралы өтіп жатырмыз. Сол британиялық музей, сол Лондонда орналасқан британиялық музей жазыңыздар. The British Museum. Write down on your copybook. The first museum is the British Museum. Please. British Museum. Write on your copybook, please. Silence, Sabir. Silence. The British Museum. The next page. The Natural History Museum. Translate this. Who is translate this? The Natural Natural History Museum. Короче, исторический музей ғой. Қандай? Исторический музей дегенде тарихи музей. Қандай тарихи музей? Natural History Museum. Natural, натуральный. Жоқ. Национальный. Национальный, national ғой. Natural, nature деген табиғат деп айтады, nature деген. Natural табиғаттың тарихи.
естественно дейді ғой, мысалы, А, қалай айтамыз айтты естественно? ғой натуральный деп апай. Натуральный деп, жоқ, қазақша естественныйды қалай айтамыз? Қазақша аударғанда. Табиғи. Табиғат және тарихи көріністерді көрсететін музей деп айтуға болады, иә? Мына жерде енді оқып жеңіңіздерші, біреулеріңіз сөйлемді. Please read this text, read the sentences. Read the sentences and translate, please. Janel, please. Read and translate, please. It can, мен оқайыншы. It contains 5 principal collections. One, the history of plants, minerals, and animal kingdom. Animal Kingdom. Translate, please. Бұл музей без планировка бойынша нетілген, короче. Жоқ, бұл жерде не бар дейді? Бұл жаңағы табиғат көрінісі, тарихи көріністер бар. Бұл жерде не бар? It contains 5 principal collections on the history of plants. Жануар. Бұл жерде не көрсетілген дейді? Plants деген не бұл жерде? Планетаның историясы. Жиынтықтар, иә? Collections деген жиынтық. Plants деген не? Plants деген? Планета. What is it? What plants, please? Планета. Планета емес. Plants деген қалай аударылады? Табиғатқа жататын болса. Өсімдік. Дұрыс. Өсімдіктер. Растение? Иә. Minerals. Өсімдіктер және Минералдар. And animal kingdom. жануарлар. Королевство животных деп айтады ғой, animal kingdom, не? Королевствеміз патшалығы, иә, жануарлардың. Animal kingdom жаңағы жануарлардың мүсіндерін қояды, иә? Жақсы. Жазғанымызда келесі музей Лондондағы The Natural History Museum. The Natural History Museum, please. The Natural History Museum. The next. Are you finished? The next page. The Natural History Museum. The first museum is British Museum, yes? The next museum is a Natural History Museum. Please pronunciation this word, museum, please. Бізде осы сөзді айтып жеңіңіздерші. Жаслан, музей дегенді айтып жеңіңізші маған ағылшынша. Қалай айтылады дұрыс? Жаслан. Жаслан, please. Museum. Бекжан. Бекжан, please. Museum. Абай, мен оқайыншы. Илмаз айтыңызшы, музейді дұрыс немен айтыңызшы, ағылшынша. Дұрыс қалай айтамыз? Мен сіздерге айтыңызшы. Музеум деп айтамыз ба, қалай айтамыз дұрыс? Museum. Yes, the next. Museum. Are you finished? The next page. Science Museum. The Science Museum. The next museum is Science Museum. The Science Museum, please. Translate, please. Science. What does it mean, this word? Science. Ғылыми музей. Yeah, мұражай немесе ғылыми мұражай деп айтамыз, yeah?
The Science Museum. научный Научный музей деп айтуға болады, иә, орысша. Научный музей немесе ғылыми музей, иә? Жазғаныздар келесі музей, The Science Museum. Write on your copybook, please. The Science Museum. Write on your copybook. The Science Museum. The Science Museum. Ғылыми мұражай, иә? Ғылыми мұражай, орысша айтқанда, научный музей дейді ғой, иә? Музей наук деп айтуға да болады, немесе орысша айтқанда. Exhibits in the Science Museum. Осыны қазір оқып беріңіз. Read this text. Мен оқиыншы, апай, мен оқиыншы. Аделия. Exhibits in the Science Museum display such discoveries as the system engine, photography, engine, photography, glass making, printing, and atomic physics. То есть, получается, научный музейдің дисплейде не еді? Не көрсетеді дейді ол жерде? Ол жерде фотографии, жоқ, бұл жерде не көрсетеді? Engine, as a system engine, ол не бізде? System engine деген. Бір бәлен системасы. А ты что? Инженер, нелерді айтамыз, жүйелер, инженериялық жүйелерді, технологиялар айтуға болады. Photography, glassmaking. Photography деген жаңа суретке түсіретін құралдарды айтады, photography деген. Видеоға түсіретін құралдар, суретке түсіретін құралдар, иә? Glassmaking деген не ол? Glass деген не бұл? Glass деген не сөз? Стекло. Стекло, дұрыс. Стекло немесе глаз деп стаканды айтамыз, немесе стекло деп айтамыз, е? Glass making деген не? Қалай аударылады сонда? How do you translate this word? Glass making. Стеклянные эти, как его, Изобретение, жаңағы неден, шыныдан жасалынған заттарды көрсетеді, е? Шыныдан making деген, жасау деген сөз ғой, making деген, етістік, making. Printing and atomic physics. Atomic physics дейміз, ну, понятно ғой енді? Физикаға байланысты нелерді, құралдарды көрсетеді, немесе жаңа ғарыш туралы, ғарыш астрономия туралы нелерді, заттарды, бұйымдарды көрсетеді, осы музейде. Сонда жаңағы музей қалай аталады? Science Museum. The Science Museum. Science Museum деген жаңағы ғылыми мұражай, жазып алыңыздар ғой. Келесі. Now the next page. Please translate. Translate this sentence. Аделия. Ондай галерея ғой, который, короче, естественно, өзі салынған. Аделия. Please. The National Gallery. Мен оқиыншы, апай. Аделия. The National Gallery, it is one of the greatest museums of art in the world. Art деп оқимыз, art деп оқимыз, art. Art in the world. World, Получается, один из... Бұл қандай галерея болып есептеледі? National Gallery. Бүкіл әлемде... Национальная галерея, которая в Крыльге танылған. National Gallery қазақша қалай аударамыз? How do you translate in Kazakh language? Білмейміз, орысшасын білеміз. Ұлттық галерея, не орысша национальный дейсіздер, қазақша ұлттық галерея. It is one of the greatest museums
of art in the world дейді. Greatest деген қалай аударамыз? Greatest museums. Great test. Ол қандай музей болып есептеледі? Art деген қалай аударамыз? Art деген сөзді. Искусство. Өнер, иә? Өнер. 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 Қалай айтамыз? Сонда ең әйгілі, ең үлкен музей қандай? Әлемдегі қандай музей болып есептеледі? Величайший. Өнер Ну, мен музей болып Один из есептелінеді, иә? Өнер величайших, музей болып есептелінеді. музеев в этом Искусств, всем мире. где в искусстве, орысша айтамыз. Искусств, где Greatest это в величайший. мире деп айтамыз, иә? Қазақшасын Самый большой музей искусств в мире деп айтуға болады, иә? Почему большой, величайший деуге де Величайший деуге де болады, большой деуге де болады, greatest дегенді. Жазып алыңыздар ма? The National Gallery деп жазыңыздар. Келесі бізде музей мен және галерея түрі. The National Gallery. The next. Tate Gallery. The Tate Gallery. Tate Gallery деген Tate галереясы. Tate галереясы деген осы бұл жерде не бар екенін аударып береді кім бізде? Тілек берді. It has the best of all London's art collections. Art collections. Translate please. Translate. Бұл ең күшті It has күшті the best of Лондонда. all. Ең күшті Лондондағы ең күшті искусственный Коллекция. Өнер жиынтығы бар ең әйгілі не деп айтасыздар? Галерея болып есептелінеді, иә? Өнер жиынтығы, иә? Немесе коллекция искусство айтамыз ғой, өнер жиынтығы коллекция. Лондондағы ең жақсы дейсіздер ме? Ең лучший дейді ғой, the best деген. The best деген самый лучший, да? Лондоне коллекция деген айтады, иә? Орысша айтқанда. Жақсы. Tate Gallery жазып алыңыздар, келесі. Галерея, қандай галерея? Tate Gallery. The Tate Gallery. The Tate Gallery. That's all? The Tate Gallery. Yeah. Жаслан, Бекжан, Аслан, жазып отырсыздар ма? Әсте, Ғалымжан. The Tate Gallery. Now please read these texts and please translate into Kazakh language. The National Museums and Art Galleries. Please, who is the first read? The first read, Aziza, please. The first sentence. Aziza, please. The National. Мен оқайыншы, апай. Азизаның дауысы естілмей жатыр ғой что-то. Апай, мен оқайыншы. Апай, мен оқайыншы. Қазір. Кім бізде? Лейла, иә? Лейла. Yeah. Please. The National Museums and the art galleries in London contain collections of objects of artistic, archaeological, scientific, historical, and general interest. They are the British Museums, the Science Museum, the National Gallery, the Tate Gallery, the National
portrait Portrait gallery gallery. Mhm. and many many others. others. Okay, that's all. Cities and Leila, please translate. Translate. The National Museums. Оққа аударамыз. Ұлттық музей, иә? ұлттық музей және өнер галереясы Лондонда Қандай жиынтық. Қандай жиынтықтары бар дейді оның ішінде? Ол өнер галереяның не бар? Objects of art. Археологиялық Археологияға жататын бұйымдар, иә? Scientific деген не ол бізде? Scientific. Научные. Ғылыми, дұрыс. Historical. Исторические. And general interest. General interest деген қалай атаударамыз? Және general interest. Жалпы қызығушылықтар, иә? Жалпы қызығатын дүниелер, иә? Жақсы, ары қарай келесі сөйлем қалай аударамыз? They are the British Museum. Олар Қандай музейлер мен галереялар бар? Научный музей. британдық музей. Британдық музей. The Научный Science музей. Museum. Дұрыс. National Gallery. Ол не бізде? Танымал Галерея. Ұлттық галерея. Және өтіп кеттік қой біз. The Tate Gallery. State Gallery. The National Portrait Gallery. Ол қалай аударамыз? National Portrait Gallery. Ұлттық портреттер галереясы деп айтуға болады. Келесі және тағы басқалары ма? Және тағы басқа. Дұрыс. Тағы басқалары. Келесі оқиды Камила. Камила, now the next read. Камила, please. Most cities. Камила, are you hear me? No? Yes or no? Апай. Апай Азиза менде динамик істемей тұр деді. Жақсы. Камилашы. Камила что-то естімей жатыр. Келесі Аслан, please. Аслан. Aslan, please read this sentences. Most cities. Тез оқыңдаршы, уақыттас. Most cities. Most cities and towns have museums devoted to art, archaeology, and natural history. There are national museums. There are national museums and art galleries in Edinburgh, Scotland, in Cardiff, Wales, in Belfast, Northern Ireland. And there are also many private art collections. Okay, translate this. Көптеген қалаларда және ауылдарда иә, не бар дейді? Музей. Музейлер орналасқан, иә? Қандай музейлер? Өнер. Археологиялық және natural history. Табиғи не? Жаңағы табиғат және тарих жөніндегі музейлер орналасқан, иә? Музейлер. Қандай қалаларда? Жаңағы қандай мемлекетте орналасқан? Эдинбург. Скотланд, Эдинбург деген Скотландтың астанасы, иә? Кардиф деген Уэльстің астанасында, иә? Белфаст деген біз өттік қой. Northern Ireland. Қалай ол? Солтүстік Ирландияның астанасы, Белфаст. Ирландия, Island деп тұр ғой, иә? There are also many private art collections. Көптеген не бар дейді бұл жерде?
көрдеген суреті. Привет. Не бар ол жерде? Private art collection. Ол жерде адамдардың Өнер өзінің жиынтығы. жинаған нелері бар. Өнер жиынтықтары. Жиынтықтары бар, жақсы. Басқа адамдар келіп өздері өткізетін нелері ғой, ол заттары. Жақсы, келесі. British Museum. Енді біздің қазір уақытымыз болмайды, осы жерде маған тауып беріңіздерші нені етістіктерді. Find the verbs from this text. Find the verbs from this text. Find the verbs. Verbs деген етістіктер. Етістіктерді тауып беріңіздерші. Қандай етістіктер көріп тұрсыздар? Pain. Contain, иә? Қандай етістік тағы? Бәріміз бірге жұмыс жасаймыз. Describe, иә? Describe деген суреттеу деген сөз. Being деген қандай етістіктен шыққан? Being деген. Қандай етістіктен шыққан? Андай бұрын етістіктер. Нет. Қандай? To be етістігі, иә? To be етістігі не жалғанған? Ингі деген жалған. Ингі деп оқимыз, немесе ING, иә? ING. Келесі. Қандай тағы етістік көріп тұрмыз? Devoted. Devoted. Мына жерде тағы қандай етістік көріп тұрмыз? Exhibited, иә? Exhibited деген сөз етістік. Тағы қандай? Arranged. Arranged, орналасқан. Тағы? Енді осы жерден нені табайық? Нелерді? Сын есімдерді тауып беріңіздер. Сын есімді. Сын есім тауып беріңіздерші енді. Бұл жерде сын есім көп, иә? Орысша айтқанда прилагательное дейміз ғой сын есім деген. Прилагательное. Beauty. Қандай осы мәтіннің ішінен маған сын есімдерді тауып беріңіздер. Beauty. Hillary. Beautiful. Beautiful. Most important, yes? Мәтіннің башағынан бастап табайықшы. The most important. Қандай? The most important деген. Ең Үлкен. маңызды. Я? Important деген. Маңызды. Келесі қандай? Officially. Officially деген қандай сын есім? Қалай аударамыз? Officially. Арнайы, я? Арнайы деп аударамыз, я? Официально немесе арнайы деп айтасыздар. Келесі most interesting, я? Көріп тұрсыздар ма? The most interesting. Тоже сын есім interesting деген қандай сөз есептеледі? Қызығушылық. Қызықты, ең қызықты, дұрыс. Келесі. Beautiful айттық, иә, жаңа beautiful қандай? Әдемі. Small, иә, бар тағы сын есім. Қалай аударамыз small? Қандай? Кішкентай бөлік. Кішірек, иә? Кішірек деп айтуға болады. Original. Әдемі. Beauty Original әдемі. деген түп нұсқа деп айтамыз, иә? Келесі. Иә. Жақсы, келесі неге көшейік. The next page. Madame Tussauds Museum. Madame Tussauds Museum. Do you know this museum? Естілеріңіз бар ма осы музейді? Кім естіді? Мен естідім. Телевизордан да көрген шығарсыздар. Қандай музей екенін білесіздер ма?
Қандай музей апай? Президенттер музейі. Madame Tussauds Америка. Museum. Жазбаңыздар. Madame Tussauds Museum. Madame Tussauds Museum. Madame Tussauds Museum ол бізде жаңағы музей восковых фигур дейді, орысша айтқанда. Музей восковых фигур деген жаңағы мүсіндерін жасайды, иә? Воск дейді ғой, свечаның несі бар ғой? Жаңа свеча деген қалай айтамыз қазақша? Солдың несінен мүсін жасайды. Нақты адамның нұсқасын жасайды. Мүсін. Сол мүсінді жаңағы Мадам Туссо музейінде ең әйгілі адамдардың мүсінін қояды сол жерге. Ең әйгілі адамдардың. Көріп тұрсыздар, иә, солардың мүсіндерін осы жерде. Мысалы, мынау неге жатады? Мысалы, meet members of royalty. Мынау кім бізде? Королевская семья. Дұрыс. Королевская семья қалай болады? Ағылшынша. Royalty family. Royal family. Royal family, yes? Yes. The next. Every visitor to London knows who Madame Tussauds is. Every visitor. Visitor деген, how to translate this word? Visitor. Visitor. Визит. То есть... Кім ол? Келушілер. Келушілер, туристерді айтуға болады, көрушілер айтамыз, иә? Не үшін келеді екен ол? Ол не үшін? Мадам Туссо кім екенін көру үшін келеді екен, иә? Иә. Өмірі туралы көруге, иә? Және meet members of royalty. Кім? Жаңағы патша отбасын көруге, иә? Қандай кім бар екен? Және әйгілі Голливуд. Апай, менде заряд көптен деп тұр. Сізде ма? Қазір сабақ аяқталып қалды, 4 минуттан бітеді. Сіздерде жаңағы осы жерде ең әйгілі Голливуд және британдық артистердің мүсіндері де бар бұл жерде. Және артистеріне ол ішінде жаңағы нелері кіреді, актер және әншілері де кіреді осының ішіне. Жақсы. Біліп жүріңіздер, жақсы ма? Келесі, home task. Please give them home task. Write about galleries and museums in Kazakhstan. Жазбаша түрде, Қазақстанның және галереялары мен мұражайларын жазып келесіздер. Жақсы ғой, иә? Жазбаңыздар. Write about galleries and museums in Kazakhstan. Lesson is over. Болды, иә? Yeah. Жақсы, сабақ аяқталды. Lesson is over. Thank you for this lesson and see you the next lesson, boys and girls, okay? Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Sağ olun.